Мен көптен бері бұл үйірменің оқушыларымен таныспын, және кейбір жарыстарына қазылық етіп барып жүрмін. Бұл жерде шешендік өнер дегеніміз қазақ тілінің, қазақ көркем сөзінің ең бір көрнекті үлгісі. Бұл шешендік өнер сайысына қатысу, онымен айналысу деген ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Әсіресе бағанағы әдебиетті тереңдікте оқытатын дарынды балаларға арналған мектептің ішіндегі соның ішінен іріктелген дарынды балалар бұнымен айналысады. Бұл жерде шешендік өнер деген кезде белгілі адаммен бір қазіргі кездегі форматқа сай дебат сияқты сайысқа түсу емес. Яғни өзінің ойын, өзінің мақсатын көркем түрде жеткізе білу. Бұл шешендік өнер, яғни шешендік өнердің майталманы болу үшін оған бір әдемі сөйлеу ғана жеткіліксіз. Оған көптеген кітаптарды оқып, ата-бабаларымыздың, бұрынғы жырауларымыздың, ақындарымыздың жыр термесін жаттап, соларды бойына сіңіріп, мағынасын түсінген оқушы ғана бұған жете алады. Ал осы талаптармен қараған кезде Ділмәр шешендік үйірмесіндегі біздің жеткіншектеріміз сен тұр, мен атайын дейтін шетінен сайдың тасындай мықты сайыпқырандар. Мен оған бірнеше рет көз жеткіздім. Олардың сөз саптасы, олардың сөйлеу мәнері, олардың тіпті сахнада сөйлеген кезде өздерін ұстауы, араларында кейбір кәдімгі өздерін салмақты түрде белгі осы әдебиет саласының, немесе журналистика саласының кәдімгі 4 жыл оқуын оқып, дипломын алған кәсіби майталман мамандардан да артық түспесе кем түспейтін мықты оқушылар бар екенін көзіміз көріп жүр. Осы Ділмәр шешендік өнер үйірмесіндегі қыз-жігіттердің өзі көпке үлгі деп айта аламын. Ал осы Ділмәр шешендік үйірмесінің осы бір жасап жатқан жұмыстары осы тілімізді таза сақтауға деген үлкен үлес деп мен сенім түрде айта аламын. Сондықтан Ділмәр шешендік үйірмесінің атқарып жатқан аманаты өте үлкен және өте абыройлы жұмыс. Осы арқылы басқа оқушылар осы оқушылардан өнеге алса, басқалар осы үйірменің жасап жатқан тірлігін істесе, барлық мектептерде, жоғары оқу орындарында осылай таза сөйлеу, қазақтың жалпақ тілінде көркем сөйлеу үрдісі қалыптасатын болса, онда бізде тілімізде ешқандай мәселе болмайды. Әрине, қазір қазақ тілінде сөйлеу ақырын бұрынғыдан қарағанда жолға түсіп жақсарып келе жатыр. Қазақша сөйлейтіндердің пайызы артып келе жатыр. Бірақ таза қазақ тілінде сөйлейтіндердің пайызы артып келе жатыр деп айта алмаймыз. Қазіргі мынау әлеуметтік желі, басқа да себептермен қазір тілімізге өте көптеген сөздер еніп жатыр, және өзіміздің байырғы көркем сөздеріміз ақырын ығысып қалып жатыр. Бұл шындық. Осы ақтаңдақтың орнын толтыру үшін осындай бізге оқушылар, осындай бізге жеткіншектер, осындай шәкірттер керек. Яғни Ділмәр шешендік үйірмесінің қолға алған жалауын барлық ел болып қолдап, осыны жалпы үрдіске айналдырып, осы шешендік өнер сайыстарын бүкіл ел көлемінде өткізіп, үздіктерін марапаттап, солар басқа оқушыларға өнеге үлгі қылатын болсақ, онда бұл қазақша сөйлеу, былайша айтқан кезде сәнге айналады. Таза қазақша сөйлеу сәнге айналады. Сонда ғана біз тіліміздің құнарын жоймай, оны ғасырдан ғасырға аманаттап сақтай аламыз. Сол үшін мен осы үйірменің барлық оқушыларына осы идеяны көтеріп, күндіз-түні тыным алмай, жарыстарын ұйымдастырып, арып, тозып, осы жұмыстың отымен кіріп, күлімен шығып жүрген жанкешті азамат деп айтсақ болады, ұлтшыл азамат Жарқын Сәленұлына табыс тілеймін. Алла істеген ісіне береке берсін. Осы Жарқын Сәленұлы сияқты азаматтар көптеп шығатын болса, онда біз қазір қазақ тілі деген мәселені ұмытамыз. Тіліміз толық қанды айналысқа келіп, барлық мәселе шешіліп, ұрпағымыз өз тілінде сайрайтын болады. Рахмет.